Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Сәбидің дауысы. Дауыстың қайдан шыққанын біле алмай дал болдым. Ұзақтан талып жетеді. Көршімнің келіні жас босанған. Соның бөпесі шығар деп алаңсыз жатқанмын. Жылата бергенше жұбатса қайтеді екен деп жазғырдым. Сыртқа шықтым. Жоқ, көршімнің сәби емес екен. Тынбай жылап елеңдете берген соң, дауыс жаққа қарай аяңдадым. Қараусыз қалған сәбидің дауысына көбірек ұқсайды. Жұмбақ дауыс мен аттаған сайын алыстап жеткізетін емес. Көшені бойлап жүре беріп, ауылдың шетіндегі жаңа салынып құрылысы бітпеген үйдің тұсына келіп қалдым. Жылаған дауыс жым-жылас боп тоқтап қалды. Бұл бітпеген үй менің ауламның арасынан бірталай жер. Түнгі дауыс алысқа кетеді десе де, сәбидің дауысы менің үйіме дейін жете қоюы мүмкін емес еді. Мені сол жағы таңдандырды, әрі ойландырып қойды. Қалай болғанда да, мен білмейтін бір құпия бар секілденіп, сол жерде біраз кідірдім. Іңгәлаған дауыс құлағымның түбінен шыққандай болып шошып кеттім. Әлде бір түсініксіз қорқыныштан денем дірілдеп, жан-жағыма үрейлене қарадым. Бітпеген үйдің ішінен шыққан сияқтанады. Солай қарай жүрейін десем, аяғым жерге қадалып қалғандай, қозғала алар емеспін. Бар күшімді жинап, кірпіш қабырғаның әлі есігі салынбаған ашық тұсынан ішке қарай қорқақтана үңілдім. Сәби түгіл ештеңе жоқ. Манағы қорқынышым одан бетер күшейді. Артқа қайтып жолға шыға беріп ем, бейтаныс сәби тағы жылады. Үй жаққа қайта мойын бұрып қарағанымда, қазір ғана кірпіштен өзге ештеңе жоқ, қабырғасына ұзын аппақ мата тұтылып тұрғанын көріп шошып, айғайлап жіберіппін. Бұл түсім еді. Оянсам таң атып қалыпты. Ол үйді салып жатқандарды жақсы білем. Үйелмелі-сүйелмелі бірнеше баласы бар отбасы. Өзбектерді жалдамай-ақ кірпішті өздері соғып, қабырғасын тұрғызып жатқан. Көрген түсімді оларға айтудың еш ретін таппадым. Айтсам сене ме, әлде мені жынды санай ма? Айтпайын десем, оларды әлде бір тосын жайт күтіп тұрған сияқты болады да, әлгі қорқынышты түс маған тыныштық бермейді. Солай әрі-сары боп жүрген күндердің бірі еді. Қолым босаса болды, салынып жатқан үйді төңіректеймін. Қабырғасын қалап бітіруге таяп қалыпты. Ойларында ештеңе жоқ. Кейде ол түсті айдаладағы мен көргенше, мыналардың өздері не көрмейді деп әлдекімді жазғырамын да. Ол отбасының екі ұлы үйленген. Біреуін мына салып жатқан үйге еншісін беріп шығармақ болып жүргенін мен де, елдің бәрі де біледі. Үлкен ұлы емес, кішісі бөлінеді. Үлкенін бөлек шығарайын десе, онысының келіншегі 10 шақты жыл болды. Әлі бала көтерген жоқ. Қаратпаған жері қалмаған деседі. Шипа табылмаса қайтсын енді. Құдайдың бермесін тартып алған пендені әлі көргенде естігенде жоқпын. Бала көтермеген келіннің оң шаңырақтағы келешегі бұлыңғыр. Сондықтан да әліптің артын бағып, оны шығарғысы келмейді. Кім білет, мүлдем тумайтын болса төркініне қайтаруға тура келеме, сондай жоспарлары да бар шығар. Жаз бітіп күз келді. Әлгі салынып жатқан үй кірпіші өрілген күйі тоқтап қалды. Бітіруге ақша жоқ, келесі жылы аяқтарымыз деп кідірткен көрінеді. Мен оны баяғы түсіммен қалай байланыстырарымды білмей әлек болдым. Сол салынып жатқан үйдің жанынан қалаға баратын үлкен жол өтетін. Қалаға барар болсақ, сол тұстан көлік тоқтататынбыз. Бір күні мен де қалаға баратын көліктерге сол жерден мінбек болдым. Үйдің айналасында 4-5 адам жүр екен. Таң азанмен олай үдеріп жүргендері тегін еместей көрінді де, бірдеңе болғанын жүрегім сезіп, жандарына бардым. Адамдар мейір қалмай барады, бұл не сұмдық, деді қартаң әкелері. Тыныштық па, дедім амандасқан соң. Тыныштық емес, сәби тауып алдық. Жүрегім тас төбеге шықты. Құлағым талай естіген мұндай сұмдықты тірі көзбен көріп тұрғаным осы. Немене? Кімнің сәбиі? Кімдікі екенін итім біліп пе? Таңертең үйді көрейін деп келсем, жылаған дауыс шығады. Одеялға орап осында тастап кетіпті. Баяғы түсімнің тегін еместігін ойладым.
Қарт кісі өз-өзімен күбірлеп, кейіген үнмен сөйлеп жүр. Бүгін келе қалғаным қандай жақсы болған. Әйтпегенде бейшара жылап-жылап өліп қалады екен. Құдай таба, мұндай сұмдықты да көрдім-ау. Ақырын бере көр. Аяқ-қолы бүтін, 12 мүшесі сап-сау туылған. Мұндай баладан неге безді десеңші? Бала көтермей жүрген келініңіздің бауырына салыңыз, асырап алсын демекші едім. Бірақ оны менсіз де ойлап қойған болар. Жоқ жерден ақыл көйсіп не қылам дедім. Шамасы мына үлкен жолдан өтіп бара жатып, толғағы қысқан-ау. Дереу түсе қап, бітпеген үйге кіріп босанып, қарасын көрсетпей зытқан. Осылай топшыладым. Мына тосын хабар елге жылдам тарап, бүкіл ауыл жағасын ұстады. Баяғы түсті ешкімге сол күйі айтпадым. Айтқанмен ешкім сене қоймас еді. Сенсе де, бұған дейін неге айтпадың? Енді келіп әулие болмай-ақ қойшы. Десеше, ойлағанымдай тастанды сәбиді үлкен ұлы мен келіні асырап алды. Асырап алды да, көз көрмес құлақ естімес жаққа көшіп кетті. Көшіп емес-ау, қашып кетті. Елдің сөзінен, сыпсыңынан қашты. Асырап алған перзенттерінің болашағын ойлап, анасының уызы бұйырмаған сәбидің көңіліне елдің пыш-пыш кірбің түсірмесін деп алысқа ұзады. Бірақ қай безберек туып тастап кетті деген сұрақтың жауабын ешкім де таппады. Ауылда ондай 2 қабат болып, туып тастап кететіндей жағдайдағы ешкімнің қызы да, келіні де жоқ еді. Даладан келген сұмдық екенін екінің бірі айтып жүрді. Солайша ол оқиға ұмытылып кетті. Көп жыл өтті. Баяғы бітпей тұрған үй әлде қашан аяқталған. Ол жерден табылған сәби де қазір мектепте оқып жүр деп естігем. Ол кездегіден мүлдем басқаша сарындағы өмір зырлап өтіп жатты. Біздің ауылдағылар Сырдарияның жағасынан кірпіш ойдырып тасиды. Ақшасын берсең өздері әкепте береді. Бірақ олардың әкелгені көбіне сынық, үгітілген сапасыз боп шығады да, адамдар өздері басынан қадағалап тұрып, ойдырып, сайдың тасындай қып әкеледі. Удай ақша шығындаған соң, солай да тиянақты қылып түсірген дұрыс қой. Кірпіш керек болып дарияның жағасына мен де бардым. Шалғынды жағалаудың Шардара су қоймасына ұласатын тұсында камаздар қаз-қатар тізіліп тұр екен. Ақшасын төлесең үйіңе әкеп тастайды. Басынан қалағаныңша ойдырасың, өздері артып береді. Сол жердегі жұмысшы атаулының бәрін билеп-төстеп бір бай келіншек жүр. Қожайын сол сірә. Адамның көптігіне қарап, ол жердің саудасы аса қызу екен деп те ойладым. Елдің бәрі жаппай жанталасып, құрылыс нысандарын салдырып жатқаннан саума деп қаласың. Менің кезегім жеткенше түс болды. Тамақтанып алайық деп жұмысшылары кірпіш оюды доғарды да, камаздардың көлеңкесіне ас суын ішуге кетті. Сіз қайдан келдіңіз, деді әлгі бастық келіншек. Атамекеннен. Дұрыс, неге екенін сол ауылдан клиенттер көп келеді бізге. Жүріңіз тамақтанайық. Жоқ, рахмет. Рахметті адам жеп болғасын айтады. Күннің астына пысынап неңіз бар? Жүріңіз деп маған ұрысып бергендей болған соң, дәмнен үлкен емесімді ұғынып соңынан жүре бердім. Атамекенненмін деңіз. Қай ауылынан? Орталығынан. Бұрыннан сонда тұрасыз ба? Туғалы сонда тұрам. Дұрыс, деді тағы да. Сол күні үнсіз қалдық та, үнсіз тамақтана отыра бердік. Тамақтанып болған соң, сізден бірдеңе сұрайыншы. Ешкімге айтпайсыз ғой, деді әлдененің шетін қылтитып. Тосыннан басталғалы тұрған жұмбақ әңгімеге дейін қызығушылығым ояна қалса да, онымды білдіргім келмей, соншалық құпия болса айтпай-ақ қойыңыз дедім. Басқаға айтып қоям деп қорқып тұрсыз ба? Жоқ. Менен басқа тағы да кімге айтып едіңіз оны деп сұрадым. Неге олай сұрадыңыз? Басқаға да айтқан болсаңыз, ол құпия емес. Ертең елге жайылып кетсе, кімнен көресіз? Менен ба, басқадан ба? Мені танымайсыз. Маған не үшін сенуіңіз керек? Түсіндім. Жоқ, ешкімге айтқан емеспін. Тіпті ата-анам да білмейді, деді терең күрсініп. Ол бір көңілсіз, сұрғылт әңгіме. Олай болса өзіңіз біліңіз. Келістік, осы жерде қалсын. Атамекеннен талай клиенттер келіп кірпіш алып кеткен.
Бірақ сіз сыр сақтай алатын сенімді адам секілдісіз. Сондықтан сізге ақтарылғым келіп тұр. Осыдан 15 жыл бұрын ауылыңыздың шеткі жағындағы үйлердің бірінен сәби табылған еді ғой. Құлағыма түн ішінде іңгәлаған жазықсыз сәбидің дауысы келді. Аянға ұқсас түс. Ауыл, түн, шеткі үй. Есіңізде ме деді тағы да. Неге есімде болмасын, әрине есімде. Бүкіл ауыл дүрлігіп барып тынышталып еді ғой. Мен бірден жауап бере қоймап ем, әңгімесін жалғастыра берді. Сол кезде адамдар туып тастап кеткен әйелді қарғады ма деді келіншек. Қарғаса қарғаған шығар, есімде жоқ, әйтеуір ешкім мақтамағаны анық, дей салдым. Ал ішкі түкпірімнен ол оқиғаны неге сұрады, әлде туып тастап кеткен осының өзі ме екен деген сықылды сансыз сұрақтар бас көтеріп келе жатқанды. Мына келіншектің әңгімесі баяғыда ұмытылып кеткен санамдағы қасіретті қайта оятып, сол бір қорқынышты түсті көз алдыма әкеліп қойды. Сол тасжүрек қыз мына менмін. Осылай дейтінін бағана да шамалағанмын. Мінезі қатқылдау көрінген бейтаныс келіншекті соншалықты қатыгез, мейірімсіз деп ойламап едім. Әлі де адамды бірден тани алмайтыныма көзім жетті. Қанды қол қылмыскермен бетпе-бет отырғандай денем бір ысып, бір суыды. Ол ұзақ әңгіме. Асықпай баяндап отыруға менің де сіздің де уақытымыз жоқ. Ол кезде 2-ші курсқа енді өткен студент едім. Сіздің ауылдың бір жігітімен көңіл қосып алданып қалдым. Бала көтеріп қойдым дебем, ойбай мен үйлене алмаймын, алдымда бойдақ ағаларым көп деп азар безер болды да із-түссіз жоқ боп кетті. Атанам білсе, мені өлтірмесе де көресіні көрсететін еді. Ішім бүлінгеннен бастап ауылға мүлдем жоламадым. Ақырында солай жасауға мәжбүр болдым. Ақмақтық қой менікі. Әрине, ақмақтық қана емес, жауыздық. Өзінің ескі жарасын өзі тырнап отырған адамды жұбатуды, немесе бір кездегі тірлігі үшін оған дүрсе қоя беруді ойлағаным да жоқ. Іштей, оның иттің етінен де жек көріп отырсам да, сыр алдырмауға тырыстым. Біздің ауылға арнайы барып босандыңыз ба? Ертемен құрбымның үйінен қайтып келе жатқанмын. Жүкті екенімді сол құрбым ғана білетін. Сіздің ауылдың тұсынан өтіп бара жатып, кәдімгідей толғақ келгенін білдім. Шопырға тоқта дедім де, сіз кете беріңіз, осында қаламын деп түсіп қалдым. Сол жерге. Ары қарай айтуға қыстығып, өксікке баулығып шамасы келмеді. Босанған соң қалай кеттіңіз ол жерден? Қалай кеткені несі? Кеудемде жаным бар ғой. Таң атып қалған мезгіл еді. Ауыл әлі ояна қоймады. Сүйретіліп жүріп, адамдар өргенше, ол жерден біраз ұзап кеттім. Кездескен көліктердің бірін тоқтатып, қалаға жетіп алдым. Өкіндіңіз бе? Бұл сұраққа жауап бермеймін. Обалы әкесіне. Айтып отырмын ғой, ол кезде небәрі 18-де ғана едім. Сәбиден гөрі әке-шешемнің абыройын ойлаппын ғой. Елдің бәрі біліп қойса, нағыз масқараға ұшырап, атанам да, мен де қарабет болар едік. Атанам байғыз сол күйі білмей кетті. Білмей-ақ қойсын. Тіпті мұны бір құрбымнан басқа ешкім де білмейді. Одан әрі қаузамадым. Сәбидің обалы бір адамды ғана таңдай қойса мейлі ғой, кінәлі екеу. Айтпақшы, бұны сорлатып кеткен жігіттің кім екенін сұрамақ болдым да, оның маған қажеті қанша еді деп, ол ойымнан бірден айныдым. Маған мұның бәрін не үшін айттыңыз? Жәй, айтқым келіп кетті. Мына жерде қожайын болғанға мені бір жетісіп жүр деп ойлап отырған шығарсыз. Өткен өмірімді түгел ақтарсам, өз өміріңізге шүкіршілік айтарсыз. Сәбидің киесі ұрдау деп ойлап жүрмін. Нені қорласаң, соған зар боларсың деуші еді. Тұрмысқа шықтым, қайтадан бала көтермедім. Сол үшін ажырастым да. Жұмысымда тұрақ таппай сан кәсіп ауыстырдым. Жолым ауыр, пендемін негізі. Әңгімеге сұранып тұр екен, дедім басқа не айтарымды білмей. Әңгіме жазаласыз ба? Аздап. Жазалсаңыз жазыңыз, бірақ атымды атамаңыз. Қызық, мені тіпті ұрыспағаныңыз, сөкпегеніңіз таңғалдырып отыр. Іштей сыбап жатқан шығарсыз, иә? Әлде сізге бәрібір ме? Уақыт дөңгелегі 15 жылға кері айналар деймісің? Жазасын Алланың өзі асықпай болса да бере жатар. Айтпақшы, мені алдап кеткен опасыз жігіт сымағым
Ауылыңызда ма? Өзі анадай сұмдықты жасап отырып біреуді опасыз дегені миыма сыймады. Ол кім еді? Сіздің ауылдағы. Кім екенін айтқанда жағамды ұстадым. Баяғы ауылдың шетіндегі үйден табылған сәбиді асырап алған адамның інілерінің бірі боп шықты. Ол жігітті жақсы танимын. Үйленген, бала-шағасы бар, бірақ мынадай былығы барын білмейді екенмін. Өз шаруасынан өзге ештеңе білмейтін жуас секілді еді. Жуас деп жүргенім қарап жүрмей бірдеңе білдіріп жүрген біреу екен. Иә, сол сәбиді асырап алған адамның інісі. Өздерінің қаны өздеріне бұйырыпты ғой. Кекесінмен әлде басқа оймен айтты ма? Белгісіз, әйтеуір онда оңып тұрған көңіл күйі жоқтығы айдан анық еді. Анадайдан жұмысшылардың бірі маған қарап айғайлады. Көпке кірпіш аласыз ба? Аламын, дедім мен де дауыстап. Алатын болсаңыз мұнда келсеңізші, ол жерде әңгіме соғып неғып отырсыз? Орнымнан тұрып жұмыс қайнап жатқан беткейге қарай жылжыдым. Қайтадан кірпіш оятын жерге жолым түскен жоқ. Сол жақтан кірпіш әкеліп жүргендердің айтуынша, онда қожайын ауысып кеткен. Соған қарағанда, ана келіншектің ол жұмысқа да табаны тұрақтамаған секілді. Арқалаған зіл батпан күнәсі қалған ғұмырында арын мазалап, тынышын ала ма, әлде бір кездері саналы түрде қолымен жасаған ісіне, басы да, жүрегі де ауырмастан қаннен қаперсіз күн кеше бере ме? Ол жағы өзіне ғана белгілі еді. Қателіктің де түр-түрі болатынын, мәңгілік өкінішке батырар орны толмастары да бар екенін бірінші рет түйсіндім. Өткенде ғана Ақтауға бардым. Таксиді қымбатсынып газельге мінбек болып жатыр ем, екі қолтығымен екі бірдей балдаққа сүйенген әйел алдымды кес-кестей берді. Шетке ысырылып жол беріп өткізіп жібердім. Әжіммен айғыздала бастаған бет әлпетіне көзім түсті де, былтыр жаздағы кірпіш оятын жағалауда маған ақтарылған қожайын келіншекті бірден таныдым. Мына халі қалай әсер бергенін білмеймін, бір демде-ақ есеңгіретіп кеткендей, денем мұздап, маңдайымнан суық тер бұрқ ете қалды. Тілдесу былай тұрсын, анадайға ұзап бара жатқан оның сыртынан қарауға да жүрегім дауаламай, мелшиіп тұрып қалдым. Құрметті менің тыңдарманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.